Най, блин, мені мына жаққа аязаттан үй үшін жіберді екен мына ауылға, ё-моё, так давайте біздер машинамен мына жақта жүріп, машинамен осы ауылды аралайтын боламыз. Мына жақта біздің жителдер тұратын ауыл фигня болып қалды ма деймін ғой. Мына жақта крипер тұрма, сонда айбый базар жоқ. Чё там достар, қалайсыңдар? Бәріне сәлем, сіздерменен бірге мен Сакко. Бүгін біздер Майнкрафтта. Мынаны қараңдарсай достар, мынау деген бізде елка. Ё-моё, мына жақта неше түрлі сандықтар бар, айбый. Давайте біздер қазір ұшып, осы ауылды көретін боламыз. Міне достар, мынаны қарап өттіңдер. Мынау бізде ауыл ішінде міне саған сыйлық деп жазылып тұр. Давайте қазір бар тез сыйлықты ашып тастау керек. Ал мына осы бізде крипер, мына жақта неше түрлі үйлер бар. Базар жоқ, мә өте керемет, маған ұнаватыр. Мына жақта сонда қаратысып ойнасақ болады ғой достармен. Айбый, базар жоқ. Ал енді достар, өздерің көріп тұрғандай, мені Аяз ата осы жерге жіберген болатын. Енді маған Аяз ата жолда осындай машина сыйлаған болатын жана. Деп шоке болып қалдым. Ал енді қазір болсақ, біздер достар осы ауылды аралап, осы ауылдың ішінен подарка іздеп, подарка алып, енді ауылға достарымды шақыратын болам, жителдерді бәрін шақыратын болам. Енді осы ауылда, осы жерде, ауыл ма, қала ма, қалай болады, комментарийға жазып кетіңдер. Ал қазір болсақ, біздер осы ауылдың ішінен біздер өзімізге сыйлық іздейтін боламыз. Және де достар, осы сыйлықты потом ұнамағанын или ұнағанын басқа жителерге, мобтарға или мутанттарға беріп тарататын боламыз. Және де достар, келе жатқан осы жаңа жылдарын құтты болсын, жаңа жылдарын береке алып келсін, табыс алып келсін. Енді тек қана бар жақсылықты тілеймін. Ал енді давайте достар, біздер видеомызды бастай беретін боламыз. Сендер сол үшін лайктарыңды басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңдар обязательно. Так, мына жақта қараңдаршы, ё-моё, қарын жауып тұрғанын қараңдаршы. Дерзкі болып тұр, енді маған өте қатты ұнап тұр. Давайте енді қазір біздер мына үйге кіретін боламыз. Мына үйдің ішінде біздерде мына жақта броня бар екен, кожаный. Мына жақта сандық бар, бұл бізге походу үшінде подарка ғой дейм. Ал мына жақта болса біздерде достар, сандықтың бәрі новогодный екен. Мына жақта Аяз ата бәрін дайындап қойыпты. Жалпы Аяз атаның ауылы өте керемет екен. До того, мынаны қараңдаршы, ағаш егетін өзін Новый год қылып қойған, кәдімгідей жаңа жылдық сезім пайда болып бастап жатыр. Маған өте қатты ұнап. Давайте біздер мынаның ішін ашып қарайтын боламыз. Так, мына жақта бізде чё-то горячий шоколад дейді, мынау біздің қолымыздағы ыстық шоколад. Ал мынаны біздер енді ішіп, үйде отырып, телевизор көріп, бір кайфпен бір отырып ішетін не ғой. Ал мынау болса біздерде осындай заттар екен, осындай бізге ауылға іліп қоятын керемет заттар екен. Қызыл носки мен жасыл носки. Бірінші сандықтағы подарка маған чё-то бұлай аса қатты ұнаған жоқ. Прям не жақсы деп те, не жаман деп те айта алмаймын. Жалпы болады. Енді достар, өздерің қалай бағалайсыңдар, комментарийға обязательно жазып кетуді ұмытпаңдар. Жалпы маған подарка емес, маған осы қар жауып тұрғаны, осы крипердің басына осындай киіз жібергені жалпы өте қатты ұнап жатыр маған осы ауыл. Давайте енді қазір біздер басқа үйлерді аралап қарай берейік. Мына сандықтардың ішінде жоқ па идея. Бұл жақтағы жителдер алып кеткен ғой подарканы. Енді қалған подарканы біздер алып кете беретін боламыз. Мынау бізде Новый годтың несі ғой мынау. Елка ғой мына жақта тұрған. Мына жақта картиналар тұр жалпы. Мына жақта отырып алып, достарын шақырып бір Новый годты ойлап, бір детский шампанский ішіп, торт жеп, тос айтып отыру керек қой мына жақта. Жалпы достар, маған өте қатты ұнап жатыр. Мынау бізде гостиница ма, сондай сияқты. Чрисмас бірдеме сірдеме деп тұр. Ал давайте енді қазір біздер басқа үйлерге де барып қарай беретін боламыз. Ал мынау болса бізде бір үй. Так, мына жақта не бар бізде? Блин, не міне мынау. Так, чё за үй мынау?
сонда мына үйден ешкім алып кетпеген ба не? Мынау сонда крипердің үйінің дәл қасы. Давайте біздер енді қазір бара беретін боламыз. Мынаны қараңдар. Мынау бізде бір алмаз, алтын, бутерброд, $100 64 штук, $6400. Мына жақта болса 5000 рублей дейді. Орысында ақшасы, шетелінде ақшасы, және де мынау бізде доширак. Достар, вообще дерзкі. Аяз ата енді бағаналы пранк істеген сияқты. Жалпы маған заттары өте қатты ұнады. Аяз атан беріп жатқан өте керемет. Давайте енді қазір біздер осы заттарды көрейік. Міне қараңдар достар, мені қолымдағы мынау алтын кәдімгі, ал мынау болса біздерде алмаз. Мен қолымдағы алмаз кәдімгі 64 штук. Мынау болса енді бағанағы заттар, бұны бүйтіп қойып қояйық, бұлар бізге мешать етеді. Алтын, алмаз. Мынау болса бізде бутерброд. Қарандырсай мына бутербродты колбасамен қойшы кәдімде. Жейсің ғой мынан деген. Мына жақта маска киіп алған ғой, мына қолымдағы қарандар достар. $100. Бенджамин бірдеме ғой дейм, аты ұмытып қалдым. Осы қолымызда міне 5000 рубль тұр. Еще қолымызда мынаны қарандарсай доширактыр ғой. Достар. Аяз атам беріп жатқан подаркасы маған өте қатты ұнап жатыр. Өте керемет, және де осы ауылға да мен бағана машинамен жеткен болатынмын. Осы машинамен жалпы өздеріне қалай Аяз атам подаркасы маған өте қатты ұнап жатыр. Сендер достар Аяз атаға не хат жазыңдар, Аяз атаға не әкеп бер дедіңдер, давайте комментарийға жазуды ұмытпаңдар. Ал мен болса Аяз атаға айтқам, осындай Новый годқа осындай машина әкеп беріп, және де осындай бір ауылға апарсан деп, енді Аяз ата менің тілегімді орындап жатыр. Жалпы маған өте қатты ұнап жатыр. Давайте енді біздер мына үйге кіріп қарайтын боламыз. Мына сандықтың ішінде не бар екен? Так, мертвый куст дейді. Чего? Мынау не бәле? Бұл сонда не үшін керек маған, түсінбедім мен. Қолымда мертвый куст, может бұл бірдемеге керек шығар, или білмеймін что-то. Мусор ғой мынау деген, не үшін керек сонда? Ё-майо. Блин, Аяз ата да тағы да пранк жасады ғой. Мен ойлаған бір ішінде өте керемет зат бола ма деп, бірақ жоқ. Ал енді достар, давайте біздер қазір тағы да басқа сундуктарды іздеп қарай беретін боламыз. Так, мына үйде біздер сундукты алдық. Давайте мына үйді біздер бағалап кетейік. Мына үйде болса біздерде мына жақта Новый годқа жалпы тоже жақсы дайындалыпты. Мына жақта осындай гирляндалар іліп қойыпты, бірақ та бір түсінбеген затым. Ёлка қайда? Ёлка. Ё-майо, ёлкасыз қандай жаңа жыл болады өзі? Давайте енді біздер үстіне міне жауып тастаған ба? Ё-майо, не бар сонда мына жақта? Давайте сандықтың ішін көре берейік, біздерде не бар? Мына жақта сандықтың ішінде ондай қатты подаркілер жоқ екен вообще. Аяз ата сонда бізге троллинг істеп жатыр, или пранк, білмеймін, короче. Мына жақта тоже біздерде ішінде ештеңе жоқ екен. Давайте енді қазір біздер төменге түсе беретін боламыз. Мына жақта мына үй, короче, мертвый кусттан басқа біздерге түк берген жоқ. Мына үй, короче, говно ғой бір сөзбен. Давайте мына жаққа баратын боламыз. Жоқ, мен бұл жақтан заттарды алдым жаңа ғана. Осы алмаз-палмаз деген. Давайте енді қазір біздер крипер тұр ғой, что-то крипердің арасында бір бәле сыр бәле деп жазылып тұр. Ағылшынша ондай аса қатты шәрт етпеймін мен де сіздер сияқты дәл. Давайте мына жақта бізде тоже зат жоқ. Бұл жақтан айтпақшы жаңа ғана алып кеттік. Ё-майо, сонда мына ауылда подарка қайда? Аяз ата берген. Блин, бір подаркасын жыр қылды ғой. Так, саған сыйлық дейді. Ё-майо, давайте біздер мынаның ішін ашып қарайтын боламыз қазір. Мынау қуама Аяз ата деп пранк істеп жатыр. Мынау маған қар беріп жіберген ғой, тупа қар. Қуады екен ғой, итак мынаның бәрі толып жатқан қар жан-жақ. Мына қармен не істеймін мен сонда? Аяз ата қуады екен ғой, ё-майо. Блин, бір Аяз ата да қанды ішті ғой, пранк жасай беріп, ё-майо. Мына жақта что-то білмеймін де, тупит етіп жатыр ма бір бәле көзім. Мына жақта общем аса қатты ондай не жоқ. Шыны керек
не жоқ дегенде в общем басқа заттар қалмады. Мына үйлердің арасында машина ар жақта тұра берсін. Мен қазір мына жақта в общем дерзкі бір зат істейтін боламын. Ал және достар, мен сіздерге жаңа ғана айтып кеткен болатынмын, мен бір дерзкі зат істеймін деп. Ол міне бізде дерзкі зат. Мынау бізде крипер, мутант крипер, жай ғана крипер емес. Қарандар, міне түрін қарандар, ё-моё, мойны деген кәдімгідей ұзарып кеткен, ал аяғы болса в общем жалпы 4 аяқ болып кеткен. Енді бұрыннан 4 аяқ, бірақ ол ашып жүре алмайтын еді. Ал қазір болса ашып жүре алады. Міне астында балалары, шалалары жүр, короче. Ал мына болса бізде мутант зомби. Қарапайым зомби емес, бұл бізде өте үлкен алып мутант зомби. Басын қарандар және денесін қарандар. В общем, міне маған жаман қарап тұр. Жаман қарамайды, сен маған, мен кімында жүрмін по-любому. Ал енді қазір міне дерзкі зат кететін болады. Кім ұтады, в общем, соған подарка кеттік. Ал міне төбелес басталды. Ё-моё, кім ұтады деп ойлайсыңдар? Давайте комментарийға жазып кетіңдер. Мынау бізде зомби мутант, мынау болса бізде мутант крипер. Давайте қайсы ұтады, комментарийға жазып кетіңдер. Менің ойымша зомби мутант ұтады деген ойдамын. Ё-моё. Так, мынандай каминді дайындап қойық, біздер мынаны жарып тастамау үшін. В общем, өздерін көріңдер. Біздерде крипер ұтты. Ойбай, жоқ, крипер емес, біздерде зомби мутант ұтқан болатын. Давайте біздер тағы да бір крипер шығарамыз. Мә крипер. Давайте тағы да төбелесіңдер. Кім ұтатыны қазір көретін боламыз. Айбай, мынау не істеп жатыр сонда? Ема, достар, не деген төбелес кипіш кетіп жатыр, көріңдер ғой. Айбай, мына крипер еще-то секіре алады. Вот, бір прикол. Мә, бір-бірін секіріп әйтеуір. Ема, капец. Сонда жоқ, зомби мутант айбай құлап қалды, сонда өліп қалды ма или чё? Давай, көтеріл. Төбелесіңдер, кім ұтады екен? Давай, крипер, зомби, кім ұтады? Давайте комментарийға жазып кетіңдер. Кім ұтады, соған біздер подарка беретін боламыз. Давай, крипер. Ё-моё, айбай, мынау жарылып жатыр ғой. Мына мутант еще зомби бақырып жатыр кәдімгідей. Кім ұтады деп ойлайсыңдар? Давай. Мынау басымен шоқып тастады ғой, айбай зомби мутантты. Криперда 46 хп, зомбида 36 хп, бірақ та мутанттың хп алатын удары көп енді. Кім ұтады деп ойлайсыңдар? Так, мынау бізде жарылайын деп жатыр, бірақ не болып кетті сонда мына жерде? Ё-моё, зомби мутант. Достар, зомби мутант тірі қалды. Прикиньте, ё-моё, шок болып отырмын. 2 рет мутант крипермен төбелесіп, зомби тірі қалды. Зомби мутант молодец, күшін мықты екен, енді бірақ та бұл күшті жителдерге қарсы қолданба. Сол үшін мәса мертвый қойсын. В общем, сол мә деп подарка беріп кетесің. Қайдасың сако бергеле деп жатыр. Біздер болса қашатын боламыз одан. В общем, достар, енді осымен біздер Аяз Атаның подаркілерін алдық, ауылды көрдік. Жалпы ауыл өте керемет. Енді Новый годқа сіздерде жаңа жылға не план? В общем, комментарийға жазып кетіңдер. Жаңа жылы көңіл-күй қалай, соның бәрін. Ал енді мен қазір үйге қайта беретін болам. Енді тап ертең тура видео шығатын болады. Енді осы моментке дейін көріп кетсеңдер, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңдар. Осы моментке дейін көрсеңдер, мені қуанышты қылдырасыңдар ғой, короче. Сіздермен болған бірге мен Сако. Келесі видеоларда жүздескенше, жаңа жылдармен, давайте.